Қазақ биі бишінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін ұлттық сахна өнері. Қазақтың халықтық би өнері ерте заманнан қалыптасқан халқымыздың аса бай ауыз әдебиеті мен ән күйлер мен дәстүрлі тұрмыс салты мен біте қайнасып келе жатқан ел мұрасы болып табылады. Қазақ биінің алғашқы болып іргетасын қалаған қазақ халқымыздың мақтанышы, қазақ биінің падишасы Шара Жиенқұлова апамыз. Туған халқының мол мәдени мұрасын болашаққа ұсынып кеткен ұлы ұстаз. Күнделікті тіршілікті қимыл, қозғалыстарды би қимылдарына айналдырған осы қимылдарды қазіргі таңға дейін қолданып келеміз. Бірінші қимылымыз сырға. Мынау 10 саусағымен мен сырғамды көрсетіп тұрмын. Сол қолым оң қолының шынтағының астында тұр. Сырғамды көрсетемін. Келесі сырғамды көрсетемін сол қолмен. Оң қолым сол қолының шынтағының астында тұрады. Енді осы қимылға бас пен денені қосамыз. Майсаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі қимыл толқын. Саусағымыз бірге, саусақты жұдырыққа жұмамыз, ашамыз, нәзік істейміз. Сол кезде бізде толқын қимылы көрінеді. Осыған білекті қосамыз, білекті. Одан кейін шынтақты қосамыз. Міне, оң жаққа істеуге болады. Толқынды сол жаққа істеуге болады. Жоғардан төменге. Келесі қимыл білезік. Алдыға екі қолымызды созамыз. Екі алақанымыз екі жаққа қарап тұрады. Білекті қосамыз. Енді білекті тағы да қосқан кезде екі алақанымыз бір-бірімізге қарайды. 1, 2, 3, 4. Осы білезікті айналдырып та істеуге болады. Айналдырып, үшінші қалыпқа барамыз. Білезігіміздің әдемілігінде осындай қимылмен істеп көрсетуге болады. Келесі қимылымыз жалын. Қолымыз бірінші қалыпта, алақанымыз бір-біріне қарайды, бір-біріне қосамыз. Оң қолымызды көтерген кезде оң жаққа қарауға болады баспен. Сол қолды көтергенде сол жаққа қарауға болады. Баспен, денемен істеуге болады. Немесе алдыға қарап істеуге болады жалынды. Енді осы қимылдарымызды пайдаланып, қамажай музыкасына ыңғайын келтіріп, қазақтың ұлттық биі қамажайды билеп көрейік. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Біз біргеміз, біз үйдеміз.